Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл кезекті видео сабақ. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырып кіші қазан және ұжымдастыру саясаты қалай жүрді, қандай факторлар әсер етті, осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Біріншісі, Қазақстанда кіші қазан және ұжымдастыру саясаты. Осыларға жеке-жеке тоқталайық. Бірінші, кіші қазан саясаты. Енді балалар, кіші қазан дегеніміз не? Соған жауап берейік. Кіші қазан дегеніміз бұл кеңес үкіметінің, соның ішінде кеңес үкіметіне жан тәнімен берілген Филипп Исаевич Голощекиннің негізгі ұраны болып табылады. Енді кіші қазан идеясының сутіне тоқталатын болсақ, кіші қазан ол бізде кіші қазан идеясы бойынша Голощекин былай деп мына ойды жеткізгісі келді бізге. Яғни Голощекиннің ойы бойынша Қазақстанда коммунизм ешқашанда орнамаған. Яғни 1917 жылы болған революция Қазақстандағы коммунизмнің орнауына әсер етпеді деп бізге соны түсіндіргісі келді Голощекин. И сол себепті Қазақстанға қайтадан жаңағы революция жасау керек деді. Сондықтан қайттан коммунизмді орнату керек деді. Сондықтан біз коммунизмді жаңа сарпынмен, жаңа бағытпен алып келем деген идеяның негізінде осы кіші қазан идеясын ұстанған болатын. Сол. Енді сонымен ертең ұбт-да сұрақ келсе, жалпы Қазақстандағы тоталитарлық жүйені нығайтып, кіші қазан идеясын Қазақстанға алып келген кім десе, біз ойланбастан Филипп Исаевич Голощекин деп жауап береміз. Жақсы, енді кіші қазан идеясыны, кіші қазан мына негізгі ұран болды ғой, и как раз таки Голощекин билікке келген кезде ол іс жүзінде жүзеге асырыла бастады. Сондықтан ертең сұраса, кіші қазан саясаты қай жылдары жүргізілді десе, 1925-1928 жылдар деп айтасыңдар. Енді бізде қазақтарда кіші қазан идеясын ашық сынаған қайраткерлер де болды. Оның бірі кім? Оның бірі Смағұл Сәдуақасов. Неге Смағұл Сәдуақасов? Өйткені Смағұл Сәдуақасовтың түсінігі бойынша азамат соғысынан кейінгі қоғамның азамат соғысынан кейін біздің қоғамға уже бейбіт жолмен, кейбір аймақтарға күшпен, әйтеуір бір сөз айтпағанда, азамат соғысымен Қазақстанға жаңағы коммунизм келді, и бұл точка деді да Смағұл Сәдуақасов. Ал мына кіші қазан идеясы, яғни бізде Голощекиннің алып келіп енгізгісі келіп отқан идеясы, ол ешқандай да ақылға және логикаға сыймайды. Ол үлкен қателік деп есептейді. Үлкен қателік деп есептеді Смағұл Сәдуақасов. Енді ол неге именно оны қателік деп есептеді? Себебі азамат соғысымен, осы мысалға бірінші 1917 жылғы қазан революциясымен, мына кімнің кіші қазан революциясы, Голощекиннің, оның арасы жер мен көктей еді. Мысалға кім? Владимир Ленин ол коммунизмді кәдімгідей саяси жолмен орнатты, уақытша үкіметпен күресіп. Ал жаңағы кімнің несі, Голощекиннің саясаты ол жаман болды да. Неге жаман болды? Себебі кіші қазан ол вообще революция арқылы емес, ол кәдімгідей просто байлардың мал мүлкін тәркілеп, соны мемлекеттің қазынасына беріп отырумен айналысты да. Яғни оның революцияға ешқандай қатысы жоқ. Революция ол саясатты өзгерту, билікті өзгертумен реттелсе, бұның жасап отқан кіші қазан идеясы ол ешқандай коммунизмге келмейді. Ол біздің байларды, дәстүрлі құрылымымызды, көшпелі құрылымымызды жойып, солай кеңестендіргісі келді бізді. Сондықтан Смағұл Сәдуақасов оны сынады. Сонымен қатар Смағұл Сәдуақасовтан бөлек 1926 жылы осы Голощекиннің кіші қазан идеясын сынағандардың қатарында Жамал Мыңбаев, Сейітқожа Қожанов, Сұлтановтар, Жамбыл Сұлтанов деген секілді кісілер болды.
бұл кісілерге шовинистер деген айып тақты. Сол үшін оларды түрмеге жауып тастады. Ертең сұрақ келіп, ұбт-да міндетті түрде 1926 жылы Сәдуақасов, Мыңбаев, Қожанов, Сұлтановтар ұлтшыл, ауытқушыл шовинистер деп айыпталды деген. Яғни ертең ұбт-тан сұрақ келсе, 1926 жылы ұлтшыл, ауытқушылық және ауытқушылығы бар шовинистер деп кімдерді айыптады десе, осы тұлғаларды айтасыз. Және одан бөлек қырғынға ұшыраған тағы да басқа тұлғалар болды. Олардың қатарында даже коммунистер де болды. Мысалы, Сәкен Сейфуллин мен Мырзабек Мырзағалиевті айтуға болады. Неге? Сосын Нұркен Нұрмақов, сосын Сейітқали Мендешев деген кісіні айтуға болады. Неге? Себебі осы тұлғалар да коммунист болғанда кезінде, бірақ мына кіші қазан идеясын түсінбей, олар да соған қарсы шықты. Поэтому оларды да қудалаған болатын. Енді ұлтшыл ауытқушылық дегеніміз не, соған тоқталайық. Ұлтшыл ауытқушылық дегеніміз бұл бізде мемлекет бекіткен коммунистік идеядан жалтарып, мемлекет бекіткен ережелермен жүрмей оған қарсы келу, ол ұлтшыл ауытқушылық деп айтқан болатын. Енді ұбт-да тағы сұрайтын дүниелердің бірі кіші қазан іс-шаралары дейді. Яғни кіші қазан саясаты 1925-28-де жүрді, бірақ ол қалай жүрді деген сұрақ туындайды. Кіші қазан іс-шаралары, балалар, бізде 3 форматта жүрді. Яғни қазақ ауылдарын кеңестендіру, егістік табындық жерлерді қайта бөлу, бай шаруашылықтарын тәркілеу. Яғни бірінші жасаған іс-шарасы Голощекиннің қазақ ауылдарының барлығына барып, сол жердегі ақсақалдардың барлығын орнынан алып, ол жерге коммунистерді басшылыққа қойды. Одан кейін егістікке берілген жеке адамдарға берілген жерлер бар ғой, соларды тартып алып, жаңағы кедейлерге бөліп берді. Және тағы ең бастысы, бай шаруалар бар ғой, өте мал мүлкі көп, соларды да не істеді? Тәркіледі, сонымен айналысты. Енді бізде ауылды кеңестендіру саясатының үдерісі қашан басталды десе, 1926 жылдан 1926 жыл басталды дейсіңдер. И қай жылға дейін жалғасты? 1927 жылға дейін жалғасты. Көбінесе кеңестендіруге ұшыраған бұл 1925 жылға дейін коммунистерді қолдамай, соған қарсы шыққан байлар мен шаруалардың ауылдары соған ұшырады. Так. Сонымен қатар осы ауылды кеңестендіру бағыты Голощекиннің тарапынан ең сәтті жүргізілген саясат деп айтуға болады. Неге? Себебі именно осы ауылды күштеп кеңестендіргеннің арқасында 1924 жылы қайта сайлау жүйесі енгізіліп ауылдарға, кеңестер, әйелдер, жаңағы қарапайым бытыраңқы халық, кедейлер, коммунистер бар, солардың барлығы кәдімгідей саны жағынан артып, кіші қазан идеясын қолдайтындардың саны көбейді. Яғни ауылды кеңестендіру бағыты біз үшін, қазақтар үшін жаман болды, бірақ именно соның ішінде кедей, жаңағы ақшасы жоқ, көп қоғамнан таяқ жеген адамдар керісінше коммунизмнің осы кіші қазан идеясын келуіне қатты қуанып, сол идеяны қолдаған болатын. Сол 1928 жылға таман кеңестендірілген ауылдардың саны бірыңғай өсіп, жалпы Қазақстанның 50 және 60% жерінде коммунизм толығымен орнаған болатын. Енді егістік шабындық жерлерді қайта бөлу деген бар. Енді егістік шабындық жерлерді қайта бөлу Қазақстанда 1926 жылдың 20 мамырына сәйкес басталды. Бұл саясат 1926-дан 1927 жылға дейін жүргізілді. Бұл саясаттың негізгі мақсаты, яғни байларға тиесілі жерлер бар ғой, сол жерлерді тартып алып кедейлерге бөліп беру.
Так, сонымен қатар, ә, бірақ бір нәрсені айтып кетейін. Бұл жүргізілген іс-шарада Қазақстанға ешқандай пайдасы болған жоқ. Келесі бай шаруаларды тәркілеу дейді. 1928 жылдың 27 тамызынан бастап ірі бай феодалдарды орталық атқару комитетінің бұйрығымен, яғни Голощекиннің бұйрығымен жер аудару туралы жарлыққа қол қояды. Сөйтіп көптеген шаруаларды әртүрлі қалалы аймақтарға күштеп көшіріп, оларға тиесілі мал мүліктерін тәркілеген болатын. Жалпы көшпелі қоғамдарда, яғни ауылдық жерлерде өмір сүретін байлардың біразының мал мүлкін не істеді? Осы 1928 жылы тәркілеп, өздерін қалалық аймақтарға күштеп өмір сүруге міндеттеп қойды. Сонымен қатар ең қатты тәркіленгендер осы бай шаруаларынан әсерінен бұл хан сұлтандар болды. Себебі білесіңдер, кеңес үкіметі жалпы патшаларды қолдамайды, монархияны қолдамайды. Сондықтан олардың ұрпақтары, яғни хан сұлтандардың ұрпақтары қатты, шыңғыс тұқымдары қатты тәркіленді, мал мүлкі қатты тәркіленді. Жалпы Голощекин алғашқы 1925-28 жылдар аралығында оған негізі 700 бай қожалықты тәркілеу бұйырылған болатын, бірақ ол өзінің нормасынан көп істеп тастайды. Өз нормасынан көп істеп тастайды, 750-800-ге дейін апарама дейін тәркіленген малдардың саны. Осымен ерекшеленеді. Енді байлардың 700-дей шаруашылығы бізде сол 1928 жылдан бастап не істеді? Толықтай тәркіленді. Так, осы іс-шаралардың негізінде Кіші Қазанның негізгі міндеті не істеді? Шешілді. Қазақ ауылдарының көбісі толықтай кеңестендіріліп, әлеуметтік топтар жағынан кедейлер басым болып кетті қазақ қоғамында. Так, сонымен қатар Голощекиннің осы Кіші Қазан идеясының артынан не басталды? Сталиннің ұжымдастыру саясаты басталып кетті. Енді Қазақстанда ұжымдастыру саясаты дейді. 1925 жылы білесіңдер, 14-ші бүкіл коммунистік партиялық съезде КСРОны индустрияландыру бойынша реформа жүргізілді. Ол реформаға сәйкес бүкіл КСРОға тиесілі энергоресурстардың барлығының дамыту үшін өнеркәсіп салу керек деген тапсырма берілді. Сөйтіп 1925-26-тан бастап өнеркәсіп орындары салына бастады. Енді осыған ұқсайтын 1907 жылғы екінші бағыт бойынша тағы да бір шара жүргізілді, оны ұжымдастыру саясаты деп атайды. Енді ұжымдастырудың ерекшелігі неде? Ұжымдастырудың ерекшелігі орта және кедей тап өкілдерінің жағдайын жақсарту үшін байларды, кедейлерді және кейбір орта тап өкілдерін мал мүлкін тартып алып, оны мемлекеттің қарауына беру. Ал мемлекет өз кезегінде оны барлық халыққа бөліп берумен айналысады. Яғни ұжымдастыру дегеніміз ірі байларды немесе бай шаруашылықтарды, даже қарапайым мал шаруашылығымен айналысатын саяси топтарды жойып, сол топтардың барлық қаржысын, барлық барлығын мал мүлкін тартып алып, оларды бөліп берумен айналысты. Бұл экономикалық жоба енді қазақтар үшін өте ауыр болды. Өйткені біздің дәстүрлі шаруашылығымыз қиратылып, халықтың әлеуметтік жағдайы нашарлап кетті. Так, біздің киіз үйлер тартып алынды, мал мүлік, құрал саймандар барлығы мемлекеттің бақылауына берілді. Ал мемлекет өз кезегінде ол малды, құрал саймандарды барлық кедейлерге бөліп берді. Яғни қысқаша айтсақ, ұжымдастыру деген байлардан тартып алып, оны күштеп тартып алып, оны кедейлерге бөліп беру. Солмен айналысты.
Не үшін олай істеді? Өйткені Сталинге оларды қолдайтын адамдар керек болды. Ол жерде кедейлердің саны көп, сондықтан солардың қолдауына ие болу үшін осындай әрекетке барды. Так, осы ұжымдастыру саясаты 1928 жылдан бастап Қазақстанда белсенді түрде жұмыс жасайды. Одан кейін тура бір жыл өткесін 1929 жылы Сталин ұлы бетбұрыс деп аталатын жаңадан заң шығарады. Ой, заң емес, мақала жариялайды. Ұлы бетбұрыс мақаласының мақсаты халықты ұжымдастыруға шақыру болатын. Енді келесі, астық, ет және жүн дайындау науқандары дейді. Ұжымдастырумен бірге бір мезгілде астық дайындау науқаны да белсенді түрде Қазақстанда жүргізілді. Яғни, ұжымдастырумен бірге астық дайындау науқаны да. Яғни, бізде қазақтардан мал мүліктерді тартып алды ғой. Бірақ мал мүлікті тартып алғанымен нені жаңағы егіншілікті тоқтатқан жоқ. Егіншілік әрмен қарай жұмыс жасауын жалғастыра берді. Просто егіншілікке байланысты сәл ауыр жаза, қатал ереже енгізілді. 1928 жылдан бастап егістік алқабынан түсетін артық өнімдерді мемлекет шаруалар, яғни егіншілер мемлекеттің меншігіне беруге міндетті болды. Сондай ереже шығарып тастады. 1928 жылы бізде соның әсерінен 300 миллион пұт астық дайындалып, ол 300 миллион пұт астық қарапайым халыққа бөлініп берілді. Так, 1931-32 жылдары аралығында малшылар бүкіл мал басының 80%-нан етке беріп, 80%-ын етке өткізіп, ал сол кезде сөйтіп астықтарды осылай тартып алып кетті. Сосын одан бөлек бізде енді мал мүлікті ғана тәркілеген жоқ қой байлардан. Сонымен қатар күнделікті өздерінен жеп отырған тамақтарына да кеңес үкіметі қол сұқты ғой. Егіншілерден астықтың артық өнімін алып отыратын болса, 1931-32-де біздің малшылардан, яғни қарапайым малмен айналысатындардан 80%-ға жуық ет өнімдерін тартып алып отырды. 80%-ға жуық ет просто жыл сайын мемлекет өзі алып кетіп отыратын болған. Оның ішінде ең қатты зардап шеккен екі регион, 173 мың мал басы бар Балқаш, сосын ең көп мал мүлкі бар, ол бізде Балқаш ауданы, ода 173 мың мал басы болды. Бірақ оларға 297 мың бас мал өткізуге тапсырды. Яғни 73 мыңы кәдімгі мал, ал 297 мыңы это ет түріндегі малды өткізуді бұйырды. Сосын осы ұжымдастыру кезінде бізде қазақтарда 40 миллионға жуық негізі мал болған, бірақ ол малдың барлығын кеңес үкіметі тартып алып, мал саны 40 миллионнан 4,5 миллионға түсті. Так, енді бізде күштеп отырықшыландыру. Енді кеңес үкіметі осы ұжымдастыру саясатымен қатар ауылдық аймақтарды совхоздар мен колхоздарға біріктіріп, 1932 жылдан бастап бізде халықты күштеп отырықшыландырды. Күштеп отырықшыландыру деген қазақтарға әрбір жерге көшуге тыйым салып тастады. Сөйтіп көптеген адамдар ауылдық аймақтарда соңғы күндерін немесе соңғы уақыттарын өткізіп, сөйтіп қалып қойды көптеген адамдар. Көшу процесін тоқтатып тастады. Так, Қазақстанда жалпы осы күштеп отырықшыландыру, ұжымдастырудың кесірінен көп адамдар өз мал мүлкінен айырылды. Егер 1928 жылы Қазақстанда 2% ұжымдар ұжымдастырылған болса, 1930 жылы 1 сәуірде 50,5, 1931 жылы 65, 1934 жылы күзіне қарай 89,9% адам ұжымдастырылып, солардың барлығы күштеп отырықшыланған болатын, яғни барлығы күштеп бір жерде өмір сүруге мәжбүр болды. Одан кейін 5 масақ туралы дейді. 1932 жылы 7 тамызда ұжымшарлар мен корпоративтердің мүлкін қорғау мен қоғамдық меншікті нығайту туралы кеңес үкіметі арнайы заң қабылдайды. Оны 5 масақ туралы заң деп атайды.
Енді бесмасақ заңы не туралы? Бесмасақ заңы өзінің екінші атауын шаруалардың егістікке астықтың қалған масақтарын жинаған үшін жаппай соттаудан алды дейді. Яғни бұл дегеніміз бес масақ туралы заңға сәйкес барлық түрмеде отырған адамдар осы аймаққа келіп жұмыс істеуге міндетті болды. Содан бастап кішкене репрессияның кезеңі попахивать етеді. Енді ұжымдастырудың жардаптары қандай болды? Ұжымдастырудың үш зардабы болды. Біріншіден, ол ашаршылыққа алып келді қазақ халқын. Ауыл шаруашылығымыз құлдырады. Шаруалар көтерілісі өте жиі болып кетті. 1931-32-33 жылдардағы аштық. Бізде 1931-32 жылдары Қазақстанда аштық болды. Бұл аштық ең ауыр аштық болды. Мұндай аштық қазақ тарихында болмаған. Бұл аштыққа әсер еткен 1929-1930 жылдардағы жұттар. Неге? Өйткені бұл жұттар қазақ тарихындағы ең ауыр жұт, ең мал көп қырылған кез болды. 1935 жылға таман ашаршылықтан қырылған адамдардың саны 313 мың, ал 1931 жылғы статистиканы қарасақ, олардың саны 755 мың адамға жеткен. 1932-33 жылдары зобалаңның шыңы бойлап кетіп, халықтың көбісі осы кезде қорғана алмай қалды. Қазақтардың көбісі именно мына жоңғар шапқыншылығының кезінде 1918-19 жылдары Қайын деген аймаққа қашып, Батыс Сібір, Орта Поволжье, Тәжікстан, Солтүстік өлке деген сияқты аймақтарға кетіп, сол жақта көбісі өмір сүрді. 1923-1924 жылдары мемлекет қауіпсіздігін қорғау мақсатында ОГПУ деген ұйым құрылды. Организованная группировка преступных учредителей деген арнайы орган пайда болады. 1931-33 жылдары ашаршылықтан 2 миллионнан астам адам қырылады. 1931-33 жылдардағы ашаршылық Қазақстан тарихынан бұдан асқан ұлы жұт болған жоқ деп айтады. Ұжымдастырудың демографиялық салдары. Ұжымдастыру 1928 пен 32 жылдар аралығында жүргізілді. Осының кесірінен 1,5 миллионға жуық қазақ қоныс аударып, әрі бір регионға өзінің мал мүлкінен, жерінен айырылды. 1926-39 жылдары 50,8, яғни қазақтардың саны 3,6 мың, 28 мың адам құрайтын болса, 1926 жылы бізде 6,2 миллион адам құрайтын болса, осы ұжымдастырудан кейін оның саны 3 миллион 628 мың адамға құлдырады. Қазақ аксерін халқының этникалық құрамы өзгертеді. Қазақ халқының негізі ұжымдастырудың кесірінен этникалық құрамы, тілі, діні, мәдениеті толықтай өзгеріп кетті. 1939 жылға қарайтын болсақ, жалпы сол кездегі статистиканың қазақтардың үлес салмағы өте аз болды саны жағынан. 1969 жылы қазақтардың өз санын ұжымдастыруға және соны енгізу үшін кәдімгідей күрес жасады. Енді келесі. Ұлт зиялы қауымның ұжымдастыру жүргізу әдістеріне көзқарасы. 1926-28 жылдары үкімет мекемелерінде қызмет ететін ауыл шаруашылық мамандары, ұлт зиялылары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов және тағы да басқа қазақтың нар тұлғалары осы жүйеге ашық қарсы болды. Олар осы жүйені ұжымдастыруды бәрін сынады, өйткені ол экономиканы терең дағдарысқа алып келетініне сенді. Голощекинге
қазақ ауылдарының жағдайын үнемі апат келіп жатыр, халықтың қиналып жатқандығын сәкен сейфуллин, смағұл сәдуақасовтан бастап қошанов, сейфуллин, нұрмақов, меңдешев, досмұхамбет рысқұлов және тағы да басқа адамдар айтып сол идеяға қарсы шықты. Олжас Исаев деген кісі 1891-1938 жылдар аралығында өмір сүрген, республика халық комиссарлары кеңесінің төрағасы болған, ресми Сталиннің бұйрығымен келіп басшылыққа келген. Исаев тарихта 1932 жылы кімді алмастырды десе, біз айтамыз, Филипп Исаевич Голощекинді алмастырды дейміз. Сөйтіп 1932 жылдан бастап Исаев отставкаға кетеді. Исаевтың отставкаға кетуіне тікелей әсер еткен бұл бесеудің хаты. Енді бесеудің хаты туралы айттық, ол 1932 жылы 4 шілдеде Голощекинге жазылған ашық хат. Ол хатты қол қойған Мүсірепов, Атаулин, Дәулетқалиев, Алтынбеков, Қуанышев деген кісілер. Олар бұл бесеудің хатына қарсы болды, өйткені бесеудің хатының негізгі мақсаты кімді әшкерелеу болатын? Голощекинді. Бірақ Голощекин ол әшкерелеуден қорықпады, сондықтан Сталин Ленинге жіберіп осы мәселені реттеді. Біздің қазақтың зиялыларының көбісі негізі тоталитарлыққа соған қарсы болды. Енді Тұрар Рысқұлов 1894-1938 жылдар аралығында өмір сүрген тұлға. Халық комиссарлар комитет төрағасының орынбасары болған. 1932 жылы Сталинге, 1931 жылы Леонид Мирзоянға хат жазып, қаңтарда 2 хат жазды дейді. Яғни бізде жалпы қазақ тарихында Голощекинге қарсы 2 адам хат жазды. Бірінші бесеудің хатын жазған 5 адам, және бөлек Тұрар Рысқұлов өзі Сталинге хат жазып, кімді Голощекиннің отставкаға кетуін талап етті. Яғни Голощекин саясаты қазақтарды үлкен дағдарыс болып келетінін сеніп соған қарсы шықты. Тұрар Рысқұлов Голощекиннің идеяларына қарсы болған адам, ол оны қолдамаған. Және ол ұжымдастыру саясатына да ашық қарсы болған тұлғалардың бірі. Так, 1933 жылы Филипп Исаевич Голощекин қайтыс болғаннан кейін оның орнына келген бірінші хатшысы Леонид Мирзоян деген кісі. Так, шаруалардың көтерілісі дейді. Енді осы ұжымдастыру саясатына 1928 жылдан бастап халық көтерілді. 1928 жылы жалпы 372 толқу мен көтерілістер болды. Ол жерге 80 мың адам қатысты. Көтерілісшілердің кейін саны артып, ол шаруалар көтерілісіне ұласып кетті. Бізде көтеріліс 1929 жылы 350 адамнан тұратын көтеріліс бірінші болды Сырдария, Қостанай округтерінде. 1930-32 жылдары ол көтерілісшілердің саны, сол өңірде көтерілісшілердің саны 2000-ға жетті. 1932-33 жылдары 3,2 мың адамға осы жетті. Көтеріліс, яғни бұл жүйеге қарсы болған. Голощекинге 1931 жылы Сталинге жазған хатында 5000 адамнан астам көтеріліске адам қатысты. Солардың ішінде 883 адамы, где-то 5000 адам көтеріліске шығып, соның барлығы сотталып, 883 адамы атылғандығы жайлы айтылады. Көтеріліс негізі бізде өте көп болды. Бірінші бостандық көтерілісі Сырдарияның Бостандық деген ауданында 1929 жыл болды. 500-ге жуық адам қатысты. Олардың қатарында қазақ, өзбек, қырғыз дейтін тәжіктер болды. Батпақ қара көтерілісі 1929 жылы Қостанай округі Батпақ қара ауданында болды.
Так, бұл жерде 200-ге жуық адам тұтқындалып, кейін концлагерьге аттандырылды. Сосын Созақта ең ірі көтеріліс болды. Ояққа да 5 мыңға жуық адам қатысып, оның 200-ден астамы түрмеге жабылып, 400-дей адам қайтыс болды. Зарянов көтерілісі. Зарянов көтерілісі бізде Шығыс Қазақстанда болды бұл көтеріліс. Көтеріліс 1930 жылы 20 ақпанда басталды. Зырянов деген ауылдың маңындағы болды бұл көтеріліс. Сосын бұл көтеріліске қатысқандардың көбісі Толстауықов тұтқындаған соң, көтерілістің нәтижесінде Зырянов көтерілісі нәтижелі аяқталды қазақтар үшін. Өйткені Толстаухов бастаған отряд, который Зырянов көтерілісін бастауға тұтқындалып, оның адамдарының барлығы қайтыс болды. Ал көбінесе көтеріліске қатысқандардың барлығы жеңіске жеткен жоқ. Именно Заряновта бір шамалы жеңіске жетті. Бірақ уақыт өте келе олар да жеңіліп Қытайға кетуге мәжбүр болды. Жетісу көтерілісі. Келесі көтеріліс 1930 жылы наурызда Ақсу және Балқаш аудандарында болды. Келесі көтеріліс. Ол жақтағы көтеріліске шамамен 200 адам қатысты. 1930 жыл соның кесірінен 28 наурыз күні 15 адам өліп, 76 көтерілісші тұтқынға түсті. Соңғы ірі көтерілістердің бірі Маңғыстау көтерілісі болды. Маңғышлақ деген өңірде болды. 1931 жылы көктем жаз айларында болды. Қазақтардың ішінен Адай және Табын рулары қатысты. Өкінішке орай бұл да жеңіліспен аяқталып, бұл көтеріліске қатысқандардың көбісі Түркменстан мен Қарақалпақстан, Кавказға көшуге мәжбүр болды. 1931 жылы шілде айында бұл көтеріліс, тағы да бір көтеріліс болды. Осы Маңғыстау өңірінде. Ол көтерілісті жоқ, сол жаз және көктем айларында көтеріліс қой, соны басқарған қазақтың нар тұлғалары Шоланов, Ембердиев, Боқбашев деген кісілер болды. Бірақ өкінішке орай, сосын Айжарынов деген кісілер болды, бірақ олардың бәрі кейін атылып кетеді. Ал бұл көтеріліске қатысқандардың ішінен аман қалғандары Ауғанстан мен Иранға бет бұрады. Әр аймақтағы көтеріліс дейді. Қышғазан идеясына қарсы Қаратал ауданында көтеріліс, Сарысу, Шаян деген секілді аудандарында көтеріліс орын алды. Бірақ ең ірі қарсылықтарды сол кезде көрсеткен көтерілістер Ақтөбе, Қостанай және Қызылорда округтері болып табылады. Так, осымен бізде кезекті тақырыптық видео сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше аман саулықпен жүздесейік.